Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Нербия достар. Бүгінгі видеода бізде өте керемет видео болмақ. Бүгінгі видео, выживаниенің алғашқы бөлімі достар. Сондықтан да арнаға тіркеліп лайк басып өтіңіздер. Достар, алғанда біз көп созбай видеомызға кеттік. Ал достар, біздің бірінші выживаниеміздің бастауы, яғни ағаш жинаудан басталады. Достар, егерде осы сіздерге выживание контент ұнап жатса, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Арнаға тіркеліп кетіңіздер достар. Так. Достар, достар, өйстіп біз верстак жасап аламыз да. Достар, кешірім сұраймын. Верстак жасап аламыз, потом кирка жасайық та. Резко тас жинауға резко тас жинауға барайық. Неқта достар, угілдерді бар екен даже. Достар, емайна угіл дейтін мен өлдіретін жа бүгін достар. Білім, ауылдағы ең өте көп екен оның үстіне. Нормально. Так, достар, өйсіп тастарды көп қалып жинап аламыз да. Достар, бітейін деп жатыр. Достар, давайте бітіргенше көшейін аптысайық. Достар, сіздер, яғни, білетін шығарсыздар, мен не үшін видео шығармай жүргенімді, оның себептерді бар. Яғни, менде бірінші себеп сабақ басталуы, яғни сабақтан үлгермеймін. Сабақ оқу, содан сабақтан үлгермеймін. Ал екінші себеп видео тірліктердің көбейіп кетуі, сондықтан да сіздерден үлкен кешірім сұраймын. 2 ай видео шығармау деген это любой ютубер это конкретно бір аптадан асыра немесе 3-4 аптадан кейін видео шығармаса, уже не деген сөз достар, неқтап не бітті. Так, осы енді мынақта верстагымыз бар екен біздің. Бұдан достар біз дейтін тас қылыш, тас балта, тас кирка, тас күрек жасап алатын боламыз. Ал енді достар, біз енді ағаш жинай берейік ары қарай. Давайте. Достар, бізде бір стак ағаш болды, мінекей. Енді бұны көбейту керек. Оны достар, көбейтім дегенше біз дейтін шахтаға түсейік. Мына жерде что-то ямалар көп екен, шахта сияқты. Осы шахталарға түсіп, яғни железо, анау мынау дегенде табу керек. Достар, блин, достар, блин, достар, қаштық. Қаш, ешек бас. Ема, достар. Еба, достар. Қалай аман қағамды қарасаңыздаршы. Жүрегім аузыма тығылды, ема. Еще алдына железаның алдына өтіп кеткен, жаның керек болса железаның тастай салсын. Ебат достар, зомбидің баласы мен скелет екеу жабылған деген енді. Это не сұмдық десем болады ғой, достар. Блин, достар.
мына екі айван тұр ма екен? Бұл екеуі тұруы мүмкін. Сондықтан байқау керек. Ешек бас. Ары қарай біз железо таба берейік. Бізде уже 16 железо. О, достар, мына жақтан да таптық железо. Бұларды таба аласыздар. Достар. Уау! Бауырым. Тез қошпаған еді. Өлтіріп тастай саласың болды. Главарына қарап қойдық достар, главарына. Мынау мені өлтіреді. Кішкене бауыздалып дайындала берейін мен. Мұны айуан қазір мені өлтіреді. Достар, көзіне қарап қойдым ба бекер? Жоқ достар, өлтірмейді екен. Өлтірмейтін сияқты менің ойымша. Ё-моё, мына жерден шығу қиын болып кетті. Так. Достар, біз ары қарай өзіміз железо анамын табуды жалғастыра берейік. Жоқ, скелет өлтірмеш. Блин, достар. На, все. Өлтірме деп жалмайым саған. Достар, короче, мен аяқта угольдар жинап жатырмын. Бізде 30 железо болды. Достар, мінекей 30 железо болды. Короче, шахтаны енді ары қарай қаза беретін шығармын, достар. Что-там іштеңіз пісіп жатқан жоқ па? Так, мына жерде железо бар екен. Короче, достар, бүгінгі бірінші бөлім, яғни шахта қазумен өтті. Келесі бөлімдерде өте кереметтей нелерге көз жеткізесіздер сіздер. Достар, сондықтан да ана кіріп лайк басып кетіңіздер. Атаң бас. Давайындар.